Сонымен құрметті көрермен қауым, сіздерге есеп беру жұмысы әрі қарай жалғасады. Бұл екінші видео Қабанбай Батыр бабаның ұлық керуені. Ерлан Сұңқар әрбір әулиені тізімге алғанда 90% Абылайхан атамен бірге тірі кезінде Абылайхан атамен иық тіресе жауға қарсы күрескен батырлар мен абыздар екен. Сол 90% батырлардың, абыздардың басына барып, батасын алып, басына барып бірінші құран баштадық. Құран баштаған кезде көзім жұмып отырсам, құран барысында барлығы сол біз барған әулилер атқа мініп керуен келесті. Керуенді сіз қалай көзіңізге елестетесіз? Олар не үшін керуенге шықты? Түйе не дейді, жорық. Түйеге мініп алып, адамдар жиналысқа барады. Ол жиналыста үлкен киіз үйлер тігіліп, аналар, әйелдер, қыздар тамақ жағын жасап, ерлер мал сойып, құрбандық шалып, мал сойып, табақ-табақ ас, табақ-табақ дастарханға толы тағамдар жасап, жан-жақтан құрты бар, ірімшігі бар, көкөнісі бар, соларды шашып, табақ-табақ ет тартып, солай керуенді күтіп алады. Қабанбай Батыр баба сол өзінің жатқан төбесінде өте көп әулиелерді күтіп алды. Иық тіресе еңбек еткен қаншама әскері, қаншама соғысты басынан өткерді, қаншама 70-82 жасқа дейін өмір сүрген болса, 25 жасынан бастап атқа қонып ел қорғаған батыр екен. Сол 82-ден 25 жас аралығындағы үлкен жұмыстарда, үлкен соғыстарда иық тіресе өте көп батырлармен бірге майдандас болды. Біреулер ерте қайтыс болып кетті, біреулер кеш. Солардың барлығы сол төбеге жиналды. Ол миллиондаған әскер. Әр әулиенің басына барған кезде солар бізбен бірге зияраттап жүрді. Ал Абылайхан ата Қабанбай Батыр бабаның қасына тағын орнатып, тағында отырып күтіп алды бізді. Сонымен сіздерге бұл мәселе не үшін жасап жатырмыз? Мәселе өте көп. Бұл видеолардың барысында мемлекеттік жағдай, сол қитұртқы дүниелер, жақсылығы да бар, жамандығы да бар, солардың барлығы әңгіме болады. Бұның барлығын бір видео, екі видеоға сыйғызу мүмкін емес. Ол әр әулиенің басына барған кезде не бір жұмыстар болған туралы айтып беремін. Енді бұл видеода Қоңыр әулиеге барғанымыз, және Қоңыр әулиенің басында Бақалас деген әулие жерленген. Сол әулиенің басына барып, сол төңіректе жатқан әулиелердің атын атамасақ та, сол жатқан белгісіз, жатқан жері белгісіз болып өткен әскерлерге, батырларға арнап естедік. Құран баштадық, және құрбандық шалынды. Және бұл жерде Семей өңіріндегі Қари молда Баянбай ата қамтылды, Кеңгірбай әулие, Абай ата, Шәкәрім ата, Ұлжан ана, Зере ана және Құдайберген, Құнанбай аталар, солардың барлығы қамтылды құрбандық шалынған кезде. Бұл жерде 1,5 миллиондай ақша кетті. 850 мың халықтан жиналды, 1,5 миллиондай ақша кетті. Қалған ақшаны Ерлан өз қалтасынан жаратты, және өз атынан да шалдық, және халық болып шалдық. Мәшһүр Жүсіп атада, Қоңыр әулие атада, Ескелді би, Әлмерек ата, Ақбуыр аталарда
қой құрбандығы шалынды. Ал Қабанбай Батыр бабаның басында ірі мал құрбандығы бұқа шалынды. Сонымен сіздерге есеп беріп жатырмын. Сіздердің әрбір істеріңіз, әрбір тілеген тілектеріңіз Құдайдың алдына әулие аталар барады. Бұнда қандай мәселемен бардық? Мына мемлекетті басқарып отырған пәлекеттер Назарбаев, Көлебаев, Дариғасы бар, Әлиясы бар, Динарасы бар, және Тоқаев дегендер. Сонда пәлекеттердің барлығы мемлекетті босатып қойсын деп Құдайға сөз өтетін Абылайхан ата бар, Қабанбай Батыр бабаларға жалына бардық. Мынау бата шығармақшы болған кезде, Қоңыр әулие атаның батасын шығармақ болғанымда, Шыңғысхан бабаның әруағы келді, қатар тұрды. Шыңғысхан бабаның да батасын бір күн алармыз. Шыңғысхан баба туралы өте көп қаңқу әңгіме көп. Басы табылды дейді, жатқан жері Жошханның жатқан жері дейді. Оның барлығы өтірік. Шыңғысхан баба өзінің жатқан жерін табылғанын қаламайды. Ол басында солай қылып бекітіп халқына, ұрпағына өсиеттеді ма, менің жатқан жерімді ешкім таппасын, керек емес деп өсиеттеді ма, ол қиямет қайымға дейін жалғасады. Оның басы ешқашан табылмайды. Құдайдың сүйікті құлы қаламады ма, Құдай онымен санасады. Құдай ол адамның ол құлының айтқанын істейді, айтқанын мақұлдайды. Және тірілерге ол кісінің жатқан жерін көрсетпейді де, білдірмейді. Ешкім Шыңғысхан бабаның жатқан жерін білмейді, және ол айтпайды. Бірақ әруағы қызмет етеді халыққа, жұмысын тоқтатқан жоқ, әрі қарай қазаққа қызметін жасап жатыр. Шыңғысхан бабамыздың әруағы келіп, ол да Қоңыр әулие атамен бірге қолдап тұрды. Қоңыр әулие, неге Шыңғысхан баба сол Семей өңірінде келіп тұрды? Семей өңірінде меніңше Қоңыр әулие атамен олар екеуі дос болған. Екеуі бірге жорыққа шыққан. Себебі Қоңыр әулие атаның сүйегі жерленген мазары жоқ. Қоңыр әулие атаның басы деймізді, ол жерде әулиенің мазары жоқ. Қоңыр әулие атаның үңгірі деймізді, сол жерге барып тәуетеміз, Құран бағыштаймыз, мал құрбан шаламыз, суына шомыламыз, үңгіріне кіреміз. Енді ол жерде қандай ғажап бар дейсіз ғой. Мынау шырақшыларда бекерден бекер шырақшы болып жүрген жоқ. Оларда Құдайдың таңдауымен, аруақтың қалауымен, аян түс арқылы басқа қылып сол жерді ұстап, таза ұстап, келген халықты күтіп алып шығарып салып жатыр. Аман-есен күтіп алып, аман-есен шығарып салып жатыр. Түнгі сағат видеоларды көресіз, не істеп не қойғандарымызды. Біз түнде сол жерде қонып қалдық. Өте керемет хикметтер басымыздан өтті. Қоңыр әулие атаға түсу үшін, трассадан тауға қарай бұрылу үшін Медеу деген ауыл арқылы кіру керек екен. Мынау Алиса деген не бар ғой, түсініп тұрсыздар ғой. Сол интернет арқылы іздеген кезде бізді Тоқтамыс Батыр деген ауыл арқылы түсірді. Сол жерден бір жігіттен мешіттің имамынан сұрадық, сол мешітке кіріп. Солай деп жол көрсетті, біз адасып кеттік жолдан. Содан аталарға қолдау сұрап едік. Өте көп әулиелер қолдап, мына былай жүр деп дұрыс жолға салып жіберді. Бір хикмет болғаны, бір мәшіне бұрылатын жолға бір мәшіне кіріп жатты да көзден ғайып болып кетті. Сол жолмен жүресін деп белгілеп көрсетті ғой деп ойладық. Сөйтіп біріншісінде дұрыс жолға түспей, бір 5 километрдей ма алға басып кетіппіз. Одан қайтадан арқаға қайтып, жаңа мәшіне түскен жолға түсіп едік, дұрыс тауып бара алдық. Сонымен бардық, сөйтсек ол жаққа алып баратын жол өте көп екен. Әртүрлі жолдармен жетуге болады екен. Бір ғана жол жетпейді екен. Сонда арқаға дұрыс жолына түскен кезде, Медеу деген ауылдан шығатын кезде, біз түсетін жол өте үлкен жол болу керек екен. Сонымен
Бұл бір хикмет болды. Осы жолмен тіке шыға бер деді аруақ. Құдайға шүкір де қуанасың деді. Дәл сондай болды. Алдымыздан 2-3 машина шықты, сұрай қойсақ, дұрыс келе жатырсыңдар деді. Сонымен барған кезде Аллаға шүкір дедік біз шынында да. Адасып кетпей, түнге қалмай аман есен жеткенімізге. Сонымен барған кейін, барлық жағдайлар жасап болған кейін, тәу еткен кейін, бата шығарып, суына түсіп, солай барлық жағдай жасап болған кейін, түнгі сағат 1:30-да мен оятып жіберді. Ұйқылы оянып жатқан болатынмын. Бісміллә. Бір кезде не болды білесіз ба? Адам екі аяқты мақлұқтың аяғының дауысы шықты. Қалай дейсіз ғой? Бұлай. Осылай келді. Содан шырақшы жігіт, 2 жігіт, 3-4 әйел жұмыс істейді екен. Бірақ оларды жалаң болды, солай жүр, дәретсіз, солай. Енді олардың рухы мықты болып тұр енді. Ондай жерде таудың ортасында ешкім жоқ, халық жоқ. 5-6 адам ғана жұмыс атқару өте қауіпті дүние. Оларда жүрегі жұтқан жігіт пен қыздар. Содан шырақшы бала жігіт «Құра!» деп айқайлады. Жаңа мақұлық арқаға былай кетті қайтадан. Солай арқаға кетті. Анау тіке тұрып қарауға, терезеден қарауға. Менде ой болған жоқ, бұл не екен деп таңертең тұрдым да ойландым. Не бұл? Кім ол? Анық белгілі бір үсті басы жын деп жын емес. Шайтан деп шайтан емес, әйтеуір бір 2 аяқты мақұлық, мүйізі бар, басқа алып денелі. Жылқы дейін десең, жылқының дүбірі 4 тұяқты. Кішкентай бала дейін десең, 1,5-ның кезінде лунатик балдар олай жүрмейді. Үлкен адам дейін десең, үлкен адамға да ұқсамайды. Егер үлкен адам болса, сол жердің адамдары болса, бір-біріне «Құра!» деп түн жарымда айқайламайтын шығар. «Ей, не істеп жүрсің, не болды?» деп сұрайды ғой. «Тыныштық па?» деп. «Не, шошып ояндың ба?» деген 1-2 ауыз сөз айту керек қой. Бір-ақ сөз айтты, ол тап етіп арқаға қайттан кетті. Енді Қоңырәуел атаның батасын тыңдай қалайық. Сосын кішкене талдаулар жүргізерміз, болмаса көрерміз. Ал кетті. Бісміллә. Таң атқалы өздеріңді сынап алдым бұл күнде. Жыларман болып Аллаға жалбарына жеткенде, марапатқа салған әруақ, ақ жолдағы тікенді сылып алып тастаған мәртебелі бабалар келіп жетті басыма. Құран бағыштап әрқайсыңа нұрын төкіліп жатқанда, ауыртпалыққа салмаңдар. Сылып алдым қаралықты күміс суымен өздеріңді, аунатып бір алайын топырағыма ұрпақ балалары. Қолдап алдым әрқайсыңды, жортқанда жолдарың болсын деп. Қыдыр ғалейхиссалам бабаларың қолдау салып тұрғанда, несіне балам әрқайсың артқы деп аяқтарың татқылап, қиналыспен жеткенде қол ұшымды бере бір. Алдағы сапарларыңа ақ жолды төсей, жеткеніне шағымда сұрақтарың алуан екен бұл таңда. Қолдау салып әулие әмбиелерің тұрғанда, мойындарыңа қызыл жалауды таққанда, жақсылықтың жолында еңбек етем деп төсті ұрғанда, ұрпақ бала батырлық бойларыңа сыймай анау тұрғанда, ұрпақ балалар өздеріңді қорғанға салын бұл таңда. Досыңнан жауын көп екен, аңдып жүрген тағы бір, қиналыспен жүрген ата баба аруағы қолдап алды әрқайсыңды. Жеке меншік тіл қисық. Әркім өзі топ құрып, құрдымға кеткен бұл елде, күніге бір топ ұйымдастырып, ел жұртты қисық жолға салғанда, бас шайқап тұрған ата баба әруағы қолдау салып әрқайсыңды, жұлқылап ақтық жолға салғанда, батам
батам батпасын, батам жерде жатпасын, өсиет нақылменен қоса бүгінгі таңда әрбір әулие әнбиің аян түске жалғай әрқайсыңды жетекке алған сәтінде арыстандай бабаңда, көкжақ медясай бабаңда ұйқыларың төрт бөлініп жолдап анау жүргенде жеке меншік қылмаңдар, өз ара топтастықтарды, қатарың көбейеді әлі де мастықпенен жастық деп байбалам салмаңдар, ұрпақ бала тұсауларыңды кесемін, шынжырларды шапқылап түсірермін бойларыңнан, ұрпақ бала әлі де алдарыңда тұрған үлкен бір күрес бар екен, соғысып сендер алыңдар сөз майданын жеңе бір мылтықсыз мынау майданда қолдарыңа қалам алып күресіңдер бұл таңда, әрбір анау әріпің есептелі тұрып көкте, ұрпақ бала жақсылыққа жақсылық қосып өтерім. Әрбір пенде баласы сендерге ауыз аша құлағын түре қарап тұрғанда көңілінен шығар қаяудана жүректен сылып алып әрқайсын жоқшылық түсіп бастарына берекені салам деп төктім баттап баршаңа. Енді екіншісін тыңдаңыз. Айша бибі анамның ақ туын ұстата, ерлан балам өзіңді тұрғызып бір алайын, қоңыр өле атаңдай болып ұрпақ баласы, белге түскен ауыртпалығың сылынып анау жатқанда құс ұйқы болып өзі де намысқа тырысып бұл таңда талайлы мынау өзіңді оятып мендағы қолдау салып аянға жалғап алған аруақтың бір екенді ұмытпа, бала бастан өзіңде талайлы сынаққа түскенде мойыма анау келгенің қаршадай басың қауғадай болса да ұрпақ баласы халқым елім деп жеткенде қайсы бірін тізбекке тізіп мен берейін, ұрпақ бала белің қайысып мынау өзі де белді бекем барсың, әлі де балам күресің, алды екенін айтамын, ұрпақ бала енді аяққа тұрған шағында арқаңа қарайлама, алға тек шабарсың, қасыңа жігіттер жиналып өзіңді қолдайды, ұрпақ бала жүзінен қақпасын ешбір қайсын, ата баба аруағы қолдау салып әрқайсын жіптікке қылып сынаққа салып алды өздерін, қорқынышпен өздері де ілесер ана жолыңа, шыштырман ана оқиғалар болып өтер өзі де, қылыштап сен де аларсың, әрбір таң атқанда артынан ерген ұрпағыңның да жолы ашылып маңдайы сәждеге тиіп өзі де Құран бағыштап халқына, ел жұрттың алдына түсер, ұлықтық бойына жазылып анау жатқанда арқаға деп аяқты баспасындар бұл таңда, қабанбай атаңда күтіп жатыр бұл таңда, қоңыр әулиетті бабаң болып қолдауыма бір алармын, теміран алып тұлпарға жеңілдікті салармын, қой құрбандығын қабыл алдым бұл таңда, ұрпақ бала тұсауды кесіп алдым, жылан болып жабысқан пердені қатынның мойнына іліп берермін, өз жыланы өз басын шағып өлтірер бұл таңда, ұрпақ бала жеті күн 7 айға толғанда жақсылығың басыңа тақ болып отырған шағында тәжің болып халқыңның алдында уағызыңды айтып, елден ерекше баталы болатын ұлымның бірі екеніңді ұмытпа, ұрпақ бала қабанбай батыр бабаңа жеткенде дұғай сәлемді жеткерерсің, дайын тұр әскерім деп анау өзіне сәлемдеме жеткізерсің, билік болған тұяқтардың басы анау шабылып жатқаны сәтінде темір анау тұлпардан бірінен соң бірі ұшып анау жол жиегінде қирандыға айналған сәтінде әскерім жұмыс істеді деп сенде ойға пікір сенде саларсың, ұрпақ бала әрқайсын жіптіктей тізіп алдыма салып анау құлша илеп алар жайым бар, көнсе көнді, көнбесе басы шытырман оқаға қалады, ұрпақ бала басы дауға қалып бұл таңда ешкім анау қолдауды салмайды, ұрпақ баласы Құдайдың үкімін екенін естіп мен де жеткізіп берермін, аян түспен әрқайсын ескертіп мен алғамын, көнбегенін шетінен қысқартып мен де өмірін берермін, ұрпақ баласы Құдайдан қорықпаған пендесі адамнан да қорықпайды, ұрпақ бала темір торға да талайы тоғытып анау жатса да тәубесіне таянбай екесені жынданып жатқаны сәтінде ұрпақ бала беліне түскен анау
ауыр құрсауды ешкім де шешіп бермейді. Ібілістің ана соңына ергіштеп анау кетеді. Ұрпақ бала ақылды, дана сенде боларсың. Халқың ана мұң мұқтажын тыңдай бір. Уағызыңды айта бір, дұрыс жолға сала бір. Жетерсін тағы да, басыма ұрпақ баласы, 1 жыл 7 айды тағы да, салып өтер жайым бар. Отбасыңмен тағы да айналып келіп суыма түсіп сенде аларсың. Жын шайтаннан аластап, алармын бұл таңда, төктім батар жолыңа. Осылай қалайық. Енді талдап тастасақ. Аянға жалғайым дегенде бұл жалғыз ғана түс арқылы келетін дүние емес, Құдайдан келетін хабарды аян деп. Ол көрініс болуы мүмкін, ол уақи болуы мүмкін. Сезгіштікпен көз алдына бір болатын оқиғаны бұлай көрсетіп жіберуі мүмкін. Кішкене ғана көріністің ішінде үлкен бір түсінік болады. Сондайды аян дейді. Ұйықтаса да көреді, ұйықтамай көретін аян да бар. Мысалыға, көріпкелдер осында аянға жалғанған. Мысалыға, кім бар аянға жалғанған? Майқы би ма, Мөңке би? Мөңке бидің болжамын барлықтарыңыз білесіздер. Ол аян арқылы алынған дүние. Сосын әскер жұмыс істейді дейді. Қаншама батыр бабаларымыздың қасында миллиондаған әскер бар. Бәрін ояттым деді. Қолында найзасы болады, жебесі болады. Енді сосын билік басы шабылады, жол бойында шашылып қалады, көліктерімен авария бола ма, жоқ, жұмыстан айдай ма. Әйтеуір естідіңіздер ғой екінші батада. Сондай бір дүниелер істейміз дейді. Бұның бәрі сосын жеке меншік топ құрып алғандарында жағдайы бір жақты болады деді. Одан кейін Құдайдың бұлардың барлығы қалай орындалады? Неге әруақ сондай жұмыс атқарады десеңіз, әруақтар ондай істемейді, оны періштелер істейді және жындар істейді дейсіз. Оныңыз рас. Әруақ атқа қонған кезде Құдайдың бұйрығы түседі. Қалай? Сізбен біз ірмал құрбандығын шалдық. Ірмал құрбандығын шалдық, олды Қабанбай Батыр бабаның өзінің өтініші бойынша және Абылайхан атаның бұйрығы бойынша ірмал құрбандығын шалдық. Сосын ғана олар атқа қонып, Құдайдан рұқсат түседі, үкім түседі. Анау қазаққа жау болған пәлекеттер, билік басында Назарбаев, Көлебаев, Тоқаевтар әулеті өздері, солардың барлығы және солардың жындашаптары, солардың және де арам ниетті билік басындағылар, солардың бәрінің басы кетеді. Олардың бәрінің қамалатын қамалы быт-шыт шығады. Және қандай бастары қандай пәлекетке ұрынады, мен білмеймін, Құдай біледі оны. Әруақ солардың бәрін істейміз деді. Сізбен біз ниетіміз бір. Билікке барып президенттің алдына кірген ол дұрыс емес. Президентті де бүкіл 18 мың ғаламды жаратқан бір Алла және Құдайға сөзі өтетін әулиелерге барып, үлкен амалдар жасап, сізбен біз дұрыс жолмен ғана, дұрыс істермен ғана Құдайдың алдына кіріп жатырмыз. Президентті де жерді де жаратқан бір Алла, бір Құдайдың қолында. Солай істейміз. Баяғыда Әмір Темір бабады қатты қиналған кезде сол ауылдың ақсақалдары жиналып барып, мына жерде Құлқожа Ахмет Яссауи бабаның жатқан жерін тауып кесене тұрғыз, сосын барып ісің алға басады деді. Әмір Темір баба әрбір қаланы жеңіп алардан алдын үлкен жорықтар шығардан алдын ірмал құрбандығын шалып отырған. Тура сол сияқты біз де сондай нәрсені істеп отырамыз. Әрі қарай елімізде не болады, қалай болады, мен білмеймін қалай. Біз амалдарды істей берейік. Әрі қарай Құдай өз біледі, не істеу керек екен. Әруақтарға тапсырдық, Құдайға тапсырдық, әрі қарай көреміз. Сонымен айналайындар, айтатын әңгімеміз өте көп. Ары қарай
біз барған видеоларды тамашалаңыздар. Сонымен қалайық таңғы сағат 3 жолға аттанып жатырмыз. Сағат 4. Машқұр Жүсіпатыдан кетіп бара жатырмыз. Ремень тағып алайын, сосын ары қарай жалғастырамыз өзімізді. Аталарға бару үшін, аманатты орындау үшін осындай жолсыздармен жүріп келе жатырмыз. Жол ауыр, Құдайға шүкір. Міне қалайық, біздің еңбегіміз осы. Қоңыр әулие атаға бара жатқан жолымыз. Жол жөнекей сәлем беріп өтейік, қолдауын алайық деп келе жатырмыз. Қоңыр әулие атаға келдік. Бірақ ешкім дәрет алып білмейді. Жабық киімді түстерінде көрмеген, шеккендер шылым, ішкендер арақ. Экскурсия келгендер, дүрдараз, адасқан біреулер. Так. Бір адамға бағасы 1000 теңге. Қой 90, сойып бері 5000. Тамақты өздері істеп береді екен. Осылай. Бүкіл жер қону 3000. Тамақ білмем. Қазір қой құрбанды шаламыз. Біреу Ерлан өз атынан шалады. Зияреттеріңіз қабыл болсын, қалайық. Бақалас әулие атаның құрметіне тұрғызылған тас және Қоңыр әулие атаның құрметіне Құран бағыштаймыз осында келіп. Мына тау-тастың арасында үлкен шайқастар болған. Біздің қазақ ата-бабамыз Қоңыр әулие ата бастық генерал, маршал сол кездің осы тау-тастарға жасырынып, ең төбелеріне қияр ұшына шығып, төмендегі жоңғар қалмақтардың басын шауып, садақпен атып, найзамен түйреп, осы жердегі бүкіл жауды қырған. Қан жоса болып, қиналып, жара болып, үңгірге кіріп, суына шомылып, сол жерден жан шақырып, жараларын таңып, тігіп, қайтадан соғысқа аттанған. Бұл жер өте киелі, нұр, өте көп төгіліп тұрған жер. Өте киелі. Мұнда келетін болсаңыздар, қалайық келген адамдар шортимен, дамбалмен келіп жатыр, майкамен, жалаңбас, жалаңбұт, дәрет алуды білмейді. Ай, қалайық дайындалып келіңдер, өтініш сіздерден. Жақсылықта көресіңдер, жақсылықта. Жамандықты жиып алып кетпеңдер, өтініш. Жақсылықты алып кетіңдер. Нұрына шомылып, ем-шипа алып, өмірлерін өзгеріп, мұнда әр әулие келген сайын адамның тағдыры өзгереді. Адамның өмірі өзгереді, денсаулығы өзгереді, әлбетте онсыз болмайды. Егер де жалаңбұт тірліктер тез кетеді, қалайық. Қоңыр атаның үңгіріне кіріп, суына түскелі жатырмыз, Құда қаласа. Аржан түсірмей қойын, халық түсіп жатыр. Ішін бәрі жағдай жасалған, свет жанып тұр. Айналайын қазағым, әбәдем болып келіңіздерші. Бұл жерде батыр бабаларымыз мәрелерде намаз оқыған, жарасын таңған, дем алған жерде. Жаудан қорғанған. Бұл жер өте киелі, бұл жерді бұлғамайықшы, өтініш. Жабық киіммен, бойымызда дәретпен, арды намысты сақтайық, солардың еңбегін құрметтейік, жақсы көрейік, сыйлайық, төбемізге көтеріп, мақтан тұтайық. Айналайын қазағым, адаспайық, өтініш.
анау шипалы суға түсіп, олар жарасын таңып, күш әл жинаған. Сол су өте қасиетті. Сол қасиеті бұл суға түсіп шыққан адам әлбетте жақсы жаққа өмірі, тағдыры бәрі өзгереді, айналайындар. Аман болыңыздар. Құрметті көрермен қауым, Қоңыр Әулие-атаның басындамыз. Мынау сияқты жатын орындар жасап қойған. Бұрындары тек қана палас төселінетін еді, болды. Сол таластың үстіне қалай солай жата қалып керуенде қиналатынбыз. Үстімізде жамылатын көрпе жоқ, басымызда жастық жоқ, әйтеуір жерге қатар жата салатынбыз. Адам сыймаса біріміздің үстімізге шығып кетіп жатушы едік. Қазір бүкіл жағдай жасалынған, адам басына 3000 теңгені алады. Бүкіл жағдайлар бар. Керуендер келіп түсуге болады. Тоқтар бар. Жарық бар. Бүкіл жағдай жасалынған. Сонымен Қоңыр Әулие-атаның зияратын бітіріп, батасын алып, құрбандық шалып, Құдай шайымызды ішіп, құран баштап, суына түсіп, Қабанбай Батыр бабаның үлкен керуенін ары қарай жалғастырып келе жатырмыз. Айша бибана белгісін салып, өзі басшы болып келе жатыр. Құдайға шүкір. Ал қалған келесі сапарымыз сәтті болсын.